Қайырлы күн, құрметті қазылар алқасы әріптестер. Мен Сәрсенбаева Айгерім Кемелханова Қарлығаш бөбекжайында тәрбиеші болып жұмыс атқарамын. Бүгін сіздерге «Экостарт жасыл технологияға алғашқы қадам» республикалық байқауына ұсынып отырған жас экологтар жобасы аясында жұмысымды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Біздің жобамыз 2025-2027 оқу жылына арналған ұзақ мерзімді жоба ретінде жүзеге асырылуда. Жобаның негізгі мақсаты балалардың экологиялық сауаттылығын қалыптастыру, табиғатқа жанашырлықпен қарауға тәрбиелеу және қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершіліктерін арттыру. Жас экологтар жобасының ерекшелігі балалардың тек теориялық біліммен шектемей, тәжірибе арқылы табиғатты қорғауға баулу. Жоба барысында тәрбиеленушілер түрлі экологиялық іс-шара. Жас экологтар жобасының ерекшелігі балаларды тек теориялық біліммен шектемей, тәжірибе арқылы табиғатты қорғауға баулу. Жоба барысында тәрбиеленушілер түрлі экологиялық іс-шараларға, тәжірибелерге және еңбек әрекетіне белсене қатысты. Атап айтқанда, жасыл әлемге бір қадам атты ағаш отырғызу акциясы өткізілді. Гүлдер мен өсімдіктердің тұқымдары жиналды. Қоқысқа екінші өмір бер атты қалдық заттардан қолөнер көрмесі және сән көрсетілімі ұйымдастырылды. Су тіршілік көзі, қар мен мұздың қасиеті тақырыбында тәжірибелер жасалды. Шағын жылыжай ұйымдастырылып, балалар сарымсақ, қияр, қызанақ, жуа тұқымдарын егіп, оларға күтім жасауды үйренді. Жобаның ерекше әрі есте қаларлық шараларының бірі үш одақ болып хайуанаттар бағына баруымыз болды. Бұл саяхатта педагогтар, ата-аналар, тәрбиеленушілер бірлесіп қатысты. Балалар хайуанаттар бағындағы жануарларды жақыннан көріп, олардың тіршілік ортасы, қоректенуі және табиғаттағы маңызы туралы мағлұмат алды. Әсіресе сирек кездесетін жануарлармен танысу балалардың қызығушылығын арттырды. Жануарларға деген қамқорлық сезімін оятты. Саяхат барысында балалар табиғатты қорғау, жануарларды аялау, экологиялық тепе-теңдікті сақтау туралы түсініктері кеңейді. Бұл іс-шара балалардың танымдық қабілеттерін дамытып қана қоймай, ұйымшылдыққа, достыққа, табиғатқа жанашырлықпен қарауға тәрбиеледі. Жобада жасыл технология элементтері де қамтылды. Атап айтсақ, табиғи ресурстарды үнемді пайдалану, қалдық материалдарды қайта өңдеу, аумақты көгалдандыру, экологиялық мәдениеті қалыптастыру барысында жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар ата-аналармен бірлескен жұмыстар ерекше нәтиже берді. Ата-аналар эко-көрмелерге, ағаш отырғызу акцияларына, көгалдандыру жұмыстарына белсене қатысты. Бұл өз кезегінде отбасы мен балабақша арасындағы байланысты нығайтып, балаларға үлгі болды. Жоба нәтижесінде балалар адам мен табиғат арасындағы байланысты түсіне білді. Табиғат ресурстарын үнемдеуді үйренді. Өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасау дағдыларын меңгерді. Еңбекқорлыққа, жауапкершілікке тәрбиеленді. Экологиялық мәдениеті қалыптаса бастады. Біздің басты жетістігіміз балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру. Бүгінгі жас эколог ертеңгі табиғатты қорғайтын саналы азамат деп сенеміз. Қорытындылай келе, жас экологтар жобасы арқылы біз өскелең ұрпақ бойында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға, табиғатты аялауға және жасыл болашаққа алғашқы қадам жасауға үлес қосып келеміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.